Сәлем достар, сіздермен бірге Назиток арнасы бүгінгі видео бізде тубелер арасындағы достық сіздерге бұл сериал ұнап жатыр деген ойдамын. Арнама тіркелуді, достарыңызды бөлісуді және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достар, біз сериалымызды бастаймыз. Қыздар, мен прям шаршадым, әмбесінде прям менен тоңып кеттім. Салғын екен, дүние вообще осындай формамен бармаймын деп шештім. Сендер осындай формамен бармай-ақ қойыңдар, курткамен барыңдар. Курткамен барақ шенді. Жарайды. Онда курткамен барғанымыз әлде қайда дұрысырақ. Қыздар, мен бүгін мен онша тоңбадым. Не шынымды айтайын. Мен тоңбадым. Бірақ мен YouTube канал ашайын дегенмін. YouTube канал аштым. Бірақ қалай айтсам екен, бірақ обложка қойылмай қойдым. Яғни код келмей қойды. Сондықтан мен Telegram канал аштым. Сондықтан енді Telegram каналыма тіркеліп кетсеңдер. Мен тіркелгенмін. Сен маған баяғыда айтқансың. Маған жіберші. Маған да. Жарайды. Ана сендерге өзімді беремін. Қыздар, мен қазір тубелер арасындағы достық, яғни төртеуміздің арамыздағы достық сериал түсіргенмін. Сол сериалдың бірінші бөлімін саламын. Қандай күшті, әрине күтеміз ғой асыға. Жарайды қыздар, онда сіздер өздеріңнің екінші қабаттарыңа барыңдар, біз шешініп жылынып отырайық енді. Жарайды қыздар, сау болыңдар. Біз кеттік. Мен деген қазір тубелер арасындағы достық түсіп қойдым. Бірақ аз просмотр әлі ал бұрындарда менікі деген көп просмотр еттім. Бұл тыныстал сөйлем. Жылама, күнші түсірме, просмотр көп болады әлі түсіреме. Просто күнші түсірме. Рахмет көп. Жарайды, ертең таңертең көремін. Сосын егер аз просмотр болса, онда мен удалить тастаймын. Жарайды, онда кеттік. Ана кімдерге барақты? Кіммен атты? Софименчикаға. Давайте, онда барайық. Олар не істеп жатыр екен. Отсындар. Сендер біз деген шошып кеттік қой. Бір сендерде біз сол кімдерімізді ауыстырып алып, енді біз әңгіме айтып отырмыз. Біз де түптен әңгіме айттық. Енді жатып кеткен соң сендерге келдік. Жақсы болған екен. Мен сол қазір видео түсіремін, білмеймін. Новый серия бастайтын шығармын. Сен яна практикант таппай жалғастырмайсың. Оны сосын айта жатармыз. Бірақ мен жалғастырым келмей ма, бір нәрсе әйтеуір. Бірақ мен ол серия бастаймын деп шештім. Сен Мертока сияқты болдың ғой тура. Ана бір серияны бастап алып, соңында жалғастырмайтын. Енді кешірім сұрайым әрине. Бірақ мен жалғастырым кеп тұрған жоқ, мен жалғастырмаймын. Енді сен айтатын сөз таппай отырсың ғой. Қыздар болды, ұрыспасыңдаршы. Ұрысып тұрған жоқпыз, Нади. Сол ғой, сол. Короче, мен жалғастырым келмейді. Түсінсеңші, мысалға, енді Мертоканың уақыты жоқ. Тұр айтылай. Мертоканың, Ахмердің уақыты жоқ болғандықтан ол түсіре алмайды. Сабақ бар, тректерден көп шығар, қайдан білеміз біз?
Сен бізбен бірге тұрасың дегенді біз сен жақсырақ білеміз ғой. Давайте постарайся эти практикантов пожалуйста. Жарайды. Түсірейін, бірақ ол и персонаж бар, ұшып кетті менде. Қайттың жасасың, немене соған ернесін бе, позор. Жарайды, онда қазір персонажын жасап қайттың жасап. Бәсе, списің ба? Рахмет мотивацияңа. Жарайды қыздар, енді құр отырмай бір нәрсе істейік та. Не істейміз? Мен сол сабақ оқимын. Менде негізі көп просмотр жинады, ана қысқы каникул деген сериал. Бірақ мен жалғастырғым келмейтін сияқты. Вот, міне тағы басталды ғой, тағы. Қыздар бол, не айтасың? Мен өзім дұрыстап берем. Бұл учитель сияқты болып кетті ғой біздің айзереміз. Я, бәсе, сенен үйреніп бүгін Нази? Я, мен одан үйренгенмін, ол маған үйреткен. Қалай мотивация беру керек екенін барлығын. Ол енді сендерге де байланысты, сендер үйренгілерің келе ме? Жоқ, керек емес. Біреуге мотивация берудің қажеті жоқ. Оның өзімізге мотивация беріп жүргеніміз маңыздырақ. Жақсы, онда біз кеттік. Онда бір-бірімізге мотивация беріп жүргеніміз жақсырақ. Жарайды, онда. Жарайды, сау болыңдар. Жоқ, қалжыңдап отырық біз сендерге. Неге? Чай ішпейміз ба сендердің үйлеріңнен? Жарайды. София, бар чай іш бар. Осы ғой, сендердің арттарыңнан мен жүрің бірге обязательно. Енді бар салсай, ол сенен еткен ғой. Жарайды. Шуланбаш енді Софикош. Мен сен жақсы көремін ғой. Просто мен кіші болған соң үшін еркелетіп жұмсаймын. Қойыңдар вообще. Ашуланып вообще әрін жасадым ше, асығып күйдіріп аламын ба, ұрыс естіп қаламын ба деп әрін жасадым. Софикош, сен әдемі жасапсың қайта біз үшін. Жасадамды сияқты вообще кимеген қандай әдемі жасағансың, өшкен кондитер болады сияқтысың. Я, Нади дұрыс айтады, Софикош, сен оған жылама. Мұңайма, ашуыңды әпкеңе алмасаңшы, әпкең дұрыс айтады. Шын ба? Мұшын кондитер боламын ба? Әрине. Ал енді сен түсірмейсің ғой, я? Я, жақсы, онда барымызға ас болсын. Біз сиқанен тамақтан алып, тамақшымызды ішіп алайық. Ал ендеше ас болсын. Жарайды, енді денер тамақтарыңды біз көп сөз леп кеттік.